мұсылманнан қыз алуға болады, бізге христианнан алуға болады, яхудиден алуға болады, ақыл кітаптан. Құдайды бір дейтін болса, бірақ Құранға күмәнданып тұрса, Наташа, Светлана алуға болады. Ал мұсылманның қызы тек қана мұсылманға тұрмысқа шығу керек. Басқаға шықса кәпір болады, оның жаназасы оқылмайды оны. Әзіргі кезде жаңа христиан былай тұрып өтін, ит жейтін, шошқа жейтін, құрт құмырсқаны жейтін бір сасықтың астында біздің доллар үшін, евро үшін қыздарымыз соның астында жатыр. Өйткені қыздарымыз сияқты біздің де үйде бір не қалған жоқ, жаңағы ақшаға, құлқынға сатылып кетіп жатырмыз. Өзіміздің құда, жекжат, ағайын, туыс, бір-бірімізді сыйлауымыз, оны долларға да, евроға да сатып алмайсың ғой. Сасық Қытайдың астында қызың жатып, жіппен жүргеніңше, қызыңды халал бір таза мұсылман жігітке беріп, ешекпен жүргенің артық емес пе? Бірінші иманымызды, намысымызды ойлауымыз керек, құрметті жамағат. Қашан жүректе иман болса, қашан қадағат қылсақ, бұл уақытша дүние. Шариғат ешқашан кедей бол демейді, исламда бай болуға бұйырады. Ядул улия хайран мин ядул суфла дейді. Беруші қол дейді, алушы қолдан артық дейді. Ол бай болу үшін адалдан еңбек қылып, тауып, адалдан садақа қылып, ата-анаға, туған туысқа қарасақ, Аллаху субхану ва тағала бізге бәрін береді.